Құрметті көрермендер, біздің бүгін қонақта Роза Шырбаева. енді сізде бұл кинодан қандай сезім немесе әсер күтесіз жалпы? Мен трейлерді көрген жоқпын, әдейі. Трейлер көрсең уже түсінікті болып қалады да. Бірақ афишасынан көрдім, бір актер екі түрлі жыныстағы образды ойнайды. Соған қарағанда менің ожиданиям қандай? Әйгілі кинода Тутси туралы. Ер азамат әйел болып ойнайды. Сол сияқты сюжет болатын шығар, қызық болатын шығар деп ойлаймын. Жалпы осы жанрда, өзіңіз айта кеткендей, ер адам қызы әйел адамға ауысады дегенде, жалпы Қазақстан көрермендері қалай қарсылады деп ойлайсыз? Қызық, жалпы қазір, егер біз қазір қарайтын болсақ, кино әлемде, қазақстандық кино әлемде өте көп эксперименттер пайда болып жатыр. Әртүрлі фэнтези қосылып жатыр. Тайгер Филлипстің өзінің киноларын қарасақ, әртүрлі жанрлар болып жатыр, иә. Былтыр мысалы дәстүр хоррор жанрында, Айсұлтанның киносы тоже хоррор жанрында. Мен ойлаймын, қазіргі кезде кино жасаушы компаниялар өте көп эксперимент жасап жатыр, ол жақсы деп ойлаймын. Көз адамдардың көзқарасы бұл фильмге жақсы болады дейсіз. Әрине. Жақсы, көп рахмет сізге сұхбатыңызға. Приятного просмотра.